Ассалаумағалейкум, құрметті отандастар. Сіздер үшін арнайы Оңтүстік Корея елінен Қазақстан еліне жіберілетін автокөліктерге шолуды бастаймыз. Бізде алғашқы шығарылым болған екен, құрметті достар, YouTube арнамызға міндетті түрде жазылып, видеоның соңынан комментарияларыңызды қалдырып, лайктарыңызды басып, және де ең бастысы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, себебі бізде жаңа видеолар алда. Ал біз кеттік. Кәрістер 2022 жылдың нарығын дәл осы Kia K8 автокөлігімен теуіп кірді. Бұл егіз акуланың толық сипаттамасын айтатын болсақ, толық жабдықталған полный комплектация, полный фарш, сигнейчер комплектациясы. Вау, не деген дизайн, не деген керемет. Сіздер де қарап бір тамсанып отқан шығарсыздар. Қарасаңыздар, мұнда радиатор торларының өзі бампермен бірге қосақтасып жасалынған. Енді K5, K7 автокөліктеріне қарағанда інілері K8-ді кәрістер бизнес классқа дизайнын, фасонын осындай ерекшелікпен арнайы жасаған екен. Менің көзіме түсіп тұрған ерекшеліктері алдындағы радиатор торлары, мұнда тұрған деталь, бұрғыш шамдары, жарық шамдары. Сонымен қатар арт жағына келсек, мұнда да ромбик тәріздес пішіндегі формаларды алып келіп, осында орналастырған екен. Керемет. K8 автокөлігінің өз ерекшелігімен жасалынған осындай 19 размерлі дискілері өзінің сыртқы келбетін аша түседі. Көліктің артқы бөлігіне келсек, ұзыннан орналастырылған диодты шамдарының ішінде ромбик пішіндері бар. Сонымен қатар мұржаларының өзінде бар ғой шіркіннің. Айтқандай, мұржасының екеуі де істейді. Ал енді артқы жүк салғышына келетін болсақ, камераның астында жасырылған екен батырмасы. Енді ойбо, не деген кеңдік мынаның іші, астын көрейік. Енді бұл жақта Кореядағы көліктердің көбісінде қосымша дөңгелек болмайды, сондықтан бұл жақта зауыттан арнайы осындай аксессуарларды сыйлыққа береді. Былай айтқанда 3 қой емін-еркін сыйып кетеді. Сосын кәріс халқы адамдардың талғамына қарай таңдау жасап қойған. Оң жағымыздағы қара көлікке қара түсті салон, сол жағымыздағы ақ түсті көлікке сұр салон. Біздің енді қазақтың богатый көрінет деген түсінігіне келетін болсақ, кешір мені. Ал ендеше кеттік. Көліктің ішіне кіргенде бірден көзге түсетіні осы үлкен экран, және де бұл 2 бөліктен тұрады. Сол жағы прибор панель, оң жақ бөлігі мультимедиа экраны. Астына қарай түсетін болсақ, климат контроль мен мультимедиа блогы сенсорлы. Мұнда орындықтың 3 сатылы жады бар. Аудио системасы әйгілі Meridian. Және де енді ішкі материалына келетін болсақ, мұнда материал өте керемет, сапалы екен. Және де пластиковый ағашпен жабдықталған. Ортасында неоновый жолақ орнатылған екен. Ағашпен материалдың ортасында. Өте керемет көрініс. Бұның түстерін де ауыстырса болады. Drive mode жүйесінде бұл жерде эко, нормал және де спорт режимдері бар екен. Қалтасына көңіл бөлсек, мұнда сымсыз қуаттағыш және де 2 USB-ге орын бар. Ортаңғы консольге назар аударсақ, мұнда трансмиссия селекторы, шайбалы аймақтық бақылау жүйесі, автохолд, мұнда парктроникті қосу өшіру, және де мұнда электрлі тежегіш, 2 жақты орындық суытқыш, орындық жылытқыш, 3 сатылы, және де рөлді жылытқыш. Сонымен қатар 2 стаканға орын бар. Вау, мұнда 360 градустық аймақтық көрсеткіш 3D. Мұнауың кайф қой. Мұнда көліктің сыртына сыймаған ромбик пішіндерді ішіне де кіргізіпті. Ал көліктің үстіңгі бөлігіне келетін болсақ, төбесінде панорамный крыша және де материалы алькантара.
Сонымен қатар мұнда орналасқан артқа шторкасын сүру және көтеру жүйесі орналасқан екен. Ең қызығы наға дейін сенсор қылып тастаған ғой шіркіндер. Бұл көлікке қосалқы видео регистратордың орнатудың қажеті жоқ. Себебі зауыттан өздерінде алдында және артында видео регистраторы орнатылған. Фирменный. Енді арт жақ бөлікке назар аударсақ, мен барам ғой деймін артына. Мұнда шынтақ тіреуіште мультимедиа зонасын басқару батырмалары, сонымен қатар климат басқару батырмалары. Мұнда 2 стақан қойғыш. Мұнда бокста 1 USB-ге орын бар. Мұнда 2 USB-ге орын бар. Ал артында отырған адамға осындай үлкен кең орын бар. Енді бизнес класс таза. Мынау тұрған ромбиктерді айтпай қойшы. Тіпті артқы орындықтарында да 3 сатылы орындық суытқышы мен 3 сатылы орындық жылытқыштары бар. Және де мұнда күннен қорғайтын пердесі бар. Бауырым, шамал сиденеңді алды қарай жылжытып бересің бе? Демейсіздер. Мұндағы батырмалармен өзіңіздің қалаған положениеңізге қойып басқара аласыздар. Бұл көліктің қозғалтқыш көлемі 2.5 GDI моторлы және де Smart Stream технологиясымен жасалынған. Алдыңғы жетекті 198 аттың күші бар. Құрметті достар, енді бізде бірінші шығарылым болғаннан кейін көп детальдар ұмытылып кетіп жатыр. Солардың бірі бесключевой доступ, сонымен қатар датчик мертвых зон, электрлі орындық, барлық бағытта жұмыс жасайды. Ең қызығы массаж, достар. Кәдімгі массаж бар ғой, трассада кетіп баратасың ғой, 120, 140, 160, 180. Ой, артыңды бейді тұрмасы. Рөлі өте керемет, ыңғайлы. Оң жақ бөлігінде мультимедиа орналасқан, және де сол жағында круиз контроль, және де жолақты басқару батырмасы бар. Электрорөл, мұнда тұрған электробагажник, антизанос, корректор фар. Бәрі бар. Масқара. Маған Kia автокөліктерінің тағы бір ұнаған ерекшеліктері, солға қарай бұрсаңыз да, оңға қарай бұрсаңыз да цифрлы прибор панельден осындай артқы көріністерді тамашалай алуға болады, көріп бақылай аласыздар. Және де бұл көліктің шумоизоляциясы сырттағы дауысты ішке қарай кіргізбейтіні өте қатты ұнап тұрмаған. Жалпы жүру аспалары да өте керемет. Алдыңғы Kia K5, K7 автокөліктеріне қарағанда жұмсағырақ жүреді екен. Мен өзіме қатты сезіліп тұр. Ай, 2.5, Q8 бас. Сізде өз көлігіңізге сенімді түрде қысқа мерзімде қол жеткізгіңіз келсе, астындағы сілтемеге өтіп, хабарласып, тапсырыс берсеңіздер болады. Бізде бүгін бірінші шығарылым, келесі шығарылымда көріскенше.